Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында үйдегі бар заттардан өте дәмді ерекше торт дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Толық рецепт астына қалдыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, ерекше дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Ең алдымен айранымызға содамыз салып, 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Енді дайын болған айранымыздың үстіне қантымызды, одан кейін сұйық майымызды, 2 жұмыртқамызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін какаомызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Соңында қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, дәл осылай тағы да жақсылап араластырып аламыз. Су құйғаннан кейін біздің қамырымыз жылтырап, өте күшті болып, дәл осындай масса дайын болады. Дайын болған массамызды пергамент қағазына дәл осылай құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай қаймақ, одан кейін вареная сгущенка керек болады. Екеуін жақсылап араластырып, крем дайындап аламыз. Тестамыз дайын болды. Енді жан жағын бетін әсемдеуге алып аламыз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен осылай жан жақтарын алып алдым. Одан кейін ортасынан дәл бөліп, кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Жан жағын дәл осылай әсемдеп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасаңыздар болады. Мендегі бар нәрсе осы ғана болып тұр. Сондықтан дәл осылай жасап шықтым. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер. Каналымды жоғалтпау үшін тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.